Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексін бұзу жақсылыққа келіп соқпайды. Діни әдебиеттер мен діни мазмұндағы материалдарды тарату, сату, шығарудың Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне көрсетілгендей өзіндік талабы мен жазасы бар. Жақында қаламыздың тұрғыны діни мазмұндағы ақпараттық материалдарды заңда белгіленбеген арнайы стационарлық орындардан тыс жерде таратуға жол беріп, нәтижесінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабы 1 бөлігінің 3 тармағына сәйкес 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасы заңының 9 бабының 2 тармағына сәйкес діни әдебиетті, діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды таратуға тек ғибадат үйлерінде, діни білім беру ұйымдарында, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары арнайы айқындаған ұйымдарда ғана жол беріледі. Облыс тұрғындарының назарына діни материалдарды жеке парақшаларына жүктеп таратқаны үшін тиісті әкімшілік жаза қарастырылғанын ескертеміз. Заң мен тәртіпті қатаң сақтауға шақырамыз.